Ассалаумалейкум, Маржан Кеңес каналының көрермендері, отбасыларыңыз, бала-шағаларыңыз аман есен ба? Анар, анарды жайлы 5-6 мәлімет салғам. Жұрттың бәрі қанша жылдай анар өнім береді деп сұрақтар көп. Соған мың ескенше бір көргендеріңіз дұрыс. Мына жерде одан алдыңғы видеоларды көрсеңіздер, мына жерлерде мынаның сыңарлары болатын еді. Мынаның сыңарлары. Бұл кисло-сладкий дейді ғой. Ащы тәтті дейді ма, не дейді? Бала-шаға анау айтқанда сүйіп жемеді. Мына жерде бір тәтті анарымыз бар еді. Бес косточка. Ішіндегі дәнегі тіске батпайды. Соны бөліп, төртеуге отырғыздық. Мыналар видеода көргендер бар. Оны шыбығынан қаламша дейміз, карандаш қылып, фергананың қуа деген жерінен әкелгеннен былтыр отырғызған, былтыр көктемде отырғызған. Міне бұл жылдыққа Құдай қаласа, әне былтырғы анар. Бұл тәтті анар, қара мрамор деген, түйе тіс деген тәтті анарлар. Былтыр көтеріліп алды. Бұл жылдыққа Құдай қаласа міне өніміміз бар. Біреу, екеу. Өнім бар, Құдай қаласа. Әр қайсысында өнімдері бар міне. Жақсылап қараса, бір жылда өнім береді. Уже түйіп қойған. Мынау енді мынаусы амайтын шығар, мынаусында уже түйіліп тұр. Міне осындай. Мынада уже түйіп қалған. Бұл гүл деген кезінде бір 40%, 50%-ін тастап жіберер екен. Енді соны қазір осы анар ағандардан сұрап, қалай өнімін алып қалса болады деп. Енді оған кальций жетпейді, басқа жетпейді, су уақытысын жетпейді. Мына жерге былтыр помидор, баклажан сондайларды отырғызғанбыз. Мына қатарда помидор оқығаннан кейін мына екеу шамалы көтерілмей қалды. Помидордың астына қалып кеткен екен. Байқамағанбыз, оның жұмыспен жүре беріп. Мынау төртеуі 5 косточка. Дәнексіз. Ішінде дәнегі бар, тістеріңізге пеноплекс сияқты жұмсақ тиеді. Батпайды тіске батпайды олар. Не сұрақты берген сұрақтарға жауап алдыңыздар деп ойлаймын. Қанша жылда өнім береді. Ашылатқан. Былайша қарап тұрсаңыздар да, бұдан бір 5-6 жыл бұрын бұл жерде алма талдар болатын еді. Алма талдардың бәрін құрттық та, осы гүл болып ашылып тұрады. Китайский роза сияқты. Китайский роза болып салып тұрады. Өзі өнімін түйе береді. Огородтың гүлі болып тұрар екен. Кештеу қалып, жұмыстар көп. Шлангымен бүйтіп, айнақтан кішкентай қылып ашып қоям. Астына өзі тамшылатып жатады. Сол жұмыстармен болып, помидорларды кештеу ектік. Помидорларымыз күйі осындай. Шамалы кеш қалдық. Шамалы болғанда бір айдың көлемінде кеш қалдық қой. Ары жүгір, бері жүгір. Осындай кішігірім бір огородымыздан көрініс. Мына жерде былтыр отырғыздық. Бұл мына инжир деген былтыр отырғызғанбыз. Оның да енді сырыны басқасын анадан сұрап, мынадан сұрап үйреніп отқан жайымыз бар. Түйіп қапты. Мынау өздеріңіз білген, кішкентай кезіндегі мені көмекшім. Бассейннен шығып келіп жатыр. Міне инжирлар өстіп тұр. Шомылсаң бол. Ойба, аяғың астына қара. Слам, мына жерде не жүр? Балапан түсіп кетті ғана балапан. Слам. Ана шымшықтың балапаны. Ана ұясы. Ана жерде ұясы бар, қара. Станан.
Міне енді мынау нелерді да, инжирлерді да мына китайский стиль екен. Мына бір ствол жіберіп, бүйтіп жіберейін деп жатырмыз. Бүйтіп ағашқа байлап, мынандай болып жатпайды да. Bir қатар. Onda təcrübə ediyor. Qoylarımız ən yerdə. 3-4 qoşqar var. O qoy jayla. Nemimiz көп, videomuz көп. Onu qayta mıжыңдай бергенде. Qayta mıжыңдай бергенде несі жоқ. Әне ойысты осындай кішігірім бір анар жайлы мәлімет. Қанша жылда өнім береді дегенде міне. Асларында өнімдері бар. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Осы шаруашылық жайлы, басқасы жайлы. Алла қадір еткенше сұрақтарыңызға жауап береміз.